Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті болсын. Жұма қабыл болсын. Мені бір көптен мазалап жүрген сұрақ, сол сұраққа жауап алғым келеді осы оқырмандарымнан, жалпы мені танитын адамдардан. Қазіргі той төңірегінде, енді мен өнер адам есебінде жалпы енді тойда да жүргенімізге біраз болды. 25 жылдай, 26 жылға кетті. Үйленгеннен кейін отбасылық дуэт болып қалыптасып, біраз тойларды өткіздік. Енді қазіргі асаба шоумен дейміз, енді сондай жас іні бауырларымызға кейбір жерлерінде көңілім толмай жатады. Біз де жас болдық, әрине сабақ алған жерлеріміз көп. Өзіміздің алдыңғы буын ағаларымыздан үйренетінімізді үйреніп, керек емес жерін алып тастап дегендей. Жалпы қазіргі тойлар қалай? Кейбір енді бәріне бірдей топырақ шашпаймын, жақсы жүргізетін жігіттер де бар жастар. Бір енді кейбір көргенімді айтайын. Тек той басталар басталмастан тарс күріш музыка ортаға атып шығады. Айқай шу қайда деп бастайды. Айқай шу қайда деп. Енді жалпы айқай шу деген сөздің өзі жақсы емес негізі. Басқаша да бастауға болатын сияқты. Сосын анайы сөздер айтады. Бір ема деген сөз пайда болған, не сөз екенін түсінбедім. Әкесіндей, атасындай адамдарға арқасынан қағып тұрып бір орынсыз әңгімелер, сен деп сөйлеп жатады. Сондайларға да көңілім толмайды. Біз енді әнші есебінде, дуэт есебінде кейбір тойларға ән айтуға шақырып жатады. Сол кезде естіген көргендерімді айтып жатқаным енді. Сөз саптаулары дұрыс емес. Айта берсе көп енді. Жаңағыдай бір болмашы затқа үлкен кісілерді жүгіртіп қойып деген сияқты келеңсіз, орынсыз сұрақтар қойып. Әрине көңілді болған жақсы тойлардың, бірақ енді орынмен болған дұрыс деп ойлаймын. Той тәрбие мектебі деп босқа айтпайды. Сондықтан да ол жерде әртүрлі жастағы адамдар болады, үлкені бар, кішісі бар, жасы бар, бала шағасы бар дегендей. Асаба енді сол жердің тойдың тізгенін алғасын жақсы, дұрыс, мәдениетті басқарған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі енді үйленіп жатқан жастар болсын, ұзатылып жатқан қыздар болсын, өздері таңдайды. Әрине ешкімнің талғамына таласымыз жоқ. Бірақ енді ата-аналар да соған бір бақылау жасау керек сияқты. Яғни өмірінде бір рет болатын той, соның жақсы болған жақсы. Тіпті айтылған әрбір сөзі дұрыс болу керек деп ойлаймын. Біз де әрине жас болдық, үлкен кісілердің ескертуді алған уақыттар болды, оны жасырмаймын. Мүмкін уақыт өте келе, жастар ұлғая келе бәрін түсінетін шығар. Бірақ енді кейбір сондай тұстар болады, соған қарным ашады. Сіздердің ойларыңыз қалай жалпы қазіргі тойдың жүйесіне?